Сәлеметсіздер ме қыздар? Осы тақияның сабағын тегін берем деп айтып едім. Енді осы тақияға қажетті заттарды мен сіздерді таныстырамын. Бүгін осы тақияны толық тігілуін үйренетін боламыз. Қандай фурнитура керек, қаншау керек, бәрін айтатын боламыз. Қалай тігілу керек көрсетіледі. Ең бірінші қандай заттар қажет? Бізге ине жіп қажет болады. Қырқыншы жіп менікі. Кез келген ине жіп болады, үзіледі, үзілмейді деп қорықпаңыздар. Егер үзіліп қалады ау десеңіздер, ине жіпті 4 қабатқа аласыздар. Төрт қабатты етіп сабақтап аласыздар. Бұл жерде ине жіптің айырмашылығы ешқандай айырмашылығы жоқ. Қатты жіп, жұқа жіп, қырқыншы жіппен тіксеңіздер болады. Тағы бір айта кететін айырмашылығы, күміс түсті моншақпен тігетін болсаңыздар, ақ жіп таңдайсыздар. Алтын түсті болса, сары жіп таңдайсыздар. Мен ақ жіп таңдадым. Яғни ақ жіппенен тігіледі. Ине жіп қажет болады. Инесі бисер тігетін ине. Екінші бізге ыстыққа өшіп кететін ручка керек болады. Болмаса бор, сабын қолдансаңыздар болады. Тормата керек шаблонға. Кез келген тор болады, фатин болады. Арнайы шаблонды өздеріңіз ұнатқан оюды көшіріп алып, тақияға көшірсеңіздер болады. Мен бұл жерде өзім суретін өзім салдым, өзім көшірдім. Сіздер, егер суретті сала алмаймын десеңіздер, кез келген өздеріңізге ұнаған суретті осыған бастырып алып, одан кейін тақияға бастырсаңыздар болады. Бастырып тіксеңіздер болады. Егер дәл осыны салам десеңіздер, скрин жасап, суретін салсаңыздар болады, скринге бассаңыздар болады. Тағы енді моншақтарға келетін болсақ. 4 мм күміс пайетка қажет болады. 3 мм алтын түсті пайетке қажет болады. Бір ортасына қоятын тас қажет болады. Яғни қызыл тас. Өздеріңіз қандай түсте таңдайсыздар, сондай тасты таңдайсыздар. Қандай тақия тігесіздер, сол түсте таңдасаңыздар да болады. Одан кейін бізде бисер қажет болады. 11-ші размерде, көбінесе 11-ші размерде тігемін. 11-ші размер ең ыңғайлы, не майда да емес, не үлкен де емес, иненің көзі өтеді. Бұл жерде менде Чехияның бисерін қолданам. Одан кейін хрусталь болса да болады, биконус болса да болады. 4 мм осындай хрусталь тастар таңдайсыздар. Одан кейін рубка. Чехиянікі, менде алтын түсті таңдадым. Тоже 11-ші размер. Одан кейінгісі бізде жемчуг тастар, моншақтар 5 түрлі размерде керек болады. 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші. 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші размер қажет болады. Осыларды таңдайсыздар. Егер болмаса, өздеріңіздің қалаған түсте, қалаған размерде, қолдарыңызда қандай моншақ бар, сонымен тігіп үйренсеңіздер болады. Бұл жерде ешқандай не жоқ. Мынандай моншақпен тігу керек, мынандай моншақпен тігу керек деп. Главное, қолдарыңызды үйретіп, жаттықтырып алыңыздар. Кейін моншақты тігу барысында қандай моншақ бірін ашады, оны да үйрене жатасыздар. Сіздер енді қолдарыңыз жаттықтыру үшін осындай фетр матаға үстіп сызып алыңыздар. Сосын мен қазір тігіп көрсетемін. Осы жерде қалай қайтып тігетінін бәрін көрсетемін. Осы бойынша тігіп қолдарыңызды жаттықтырасыздар. Қолды жаттықтырғаннан кейін тақияға тігу сіздерге оңай болады. Осындай фетрге тігіп үйренеміз. Кейін тақияға тіккен кезде оңай болады. Қолдарыңыз жаттықтырып алсаңыздар да болады. Ең бірінші закрепка беріп аламыз.
Мына жерде 3 күміс бисер, 1 хруст рубка, сосын тағы да 1 бисер күміс, 3 түк жемчуг, пайетка, алтын пайетка және күміс пайеткамызды алып тігеміз. Бірінші өлшеп аласыздар. Яғни мына сызықтан 0,5 жоғары көтеріп аласыздар, 0,5 көзбенен. Егер көзбен тіге алмайтын болсаңыздар, ручкамен сызып алсаңыздар болады. Көзбен аласыздар, моншақты қоясыздар, дәл осылай. Тура мынау ақ моншақ тұрған жердің астынан аласыздар. Осылай түсу керек. Екінші астынан алған кезде екінші моншақ, екінші бисер, примерно екінші, үшінші бисердің арасынан аласыздар. Ал сызыққа келген кезде примерно бір бисердің орнындай сызықты былай қарай жылжытасыздар. Инені. Келесіде де дәл сондай аласыздар. Дәл осындай аласыздардағы мына жерде тура пайетканың біткен жеріне инені саласыздар, тігесіздер. Сызықтың бойынан аласыздар, екінші бисердің жанынан. Мына жерде тура қарап отырып, пайетканың біткен жерінен аласыз. Инені тігеміз. Сонда бізде мындай әдемі болып шығады. До конца тігіп шықсаңыздар болады. Тағы да біреу тігіп көрсетейін. Дәл осылай аяғына дейін тіксеңіздер болады. Қолдарыңызды жаттықтырып алсаңыздар болады. Келесі тігіс. Біз қолданатын келесі тігістің түрі ол өріп тігу. Өріп тіккен кезде 8 күміс бисер аламыз. 8-ін теріп аласыздар, сызықтың бойыменен өлшейсіздер. Тура сызықтың бойы, сызық қалай түседі, сызықтың бойыменен тігесіздер. Мынау соңғы бисер тұрған жерін осының астынан аламыз инені. Мына жерден. Келесі инені тура ортаңғы 4 бисердің ортасынан шығарамыз. Мына жерден. Тура ортасынан шығарасыздар, сызықтың үстінен. Тағы да 8 бисер теріп аламыз. Тағы да 8 бисер теріп аламыз. 8 бисер теріп алдық. Енді келесі ине мына жерде 4 бисердің орындай примерно есептеп аласыздар, 4-еу. Мынау бисер тұрған сызықтың ортасында жартысы 0,5 см. 0,5 мм. Осы 0,5 мм-ге ортасынан тігеміз. Сонда бізде былайынан шығу керек. Инені келесі инені салған кезде тура ортасына бірінші моншақ біткен жерден шығарамыз. Тура ортасынан сызықтың үстінен
ине мына жақтан шығу керек, моншақтың мына жағынан. Моншағымыздың мына жағында қалу керек. 8 моншақ теріп аламыз. Тағы да 0,5 жылжып отырып тігеміз. Моншақтарыңызды түзеп отырасыздар. Кейде оралып қалуы мүмкін, кейде жіп оралып қалуы мүмкін, астында жіп қалып кетуі мүмкін. Тура біткен жерінен инені шығарамыз. Моншақтың мына жағынан мінекей. 8 моншақ. Осылай өріліп түсу керек. Бұны өріп кестелеуді көбінесе жіңішке, суреттің жіңішкерген жерлерінде қолдансаңыз болады, әдемі түседі. Жіңішке сызықтарды кестелеген кезде қолданасыз. Дәл осылай тігесіздер. Закрепка береміз. Асты байжап. Астын тіккен кезде келесі тігіс түрі бұл жемчугтарды тігу. Жемчугтарды осылай дәл осылай тізіп аласыздар. Кішісінен үлкеніне қарай, үлкенінен кішісіне кез келген өзіңізге қалай жемчугтар тізесіз, солай тізіп аласыз. Жіпке тізіп аласыздардағы осылай өлшеп қоясыздар. Тура сызықтың бойымен қоясыздар. Сызықтың бойымен қойып, біткен жерінен инені кіргіземіз, тігеміз. Енді бұл жемчугтар өстіп қалса бос болып қалады. Сондықтан бос болмау үшін әр екі жемчуг сайын, әр екі моншақ сайын инемен тігіп тастаймыз. Тура екінші моншақтың жанынан инені шығарасыздар. Мына жағынан ине шыққан жерге тігеміз қайттан. Керісінше. Мына жерден инені шығарасыздар. Сызықтың бойымен тігесіздер. Үлкен ортасында үлкен моншақты екі шетінен аласыздар. Сонда сіздердің жемчугтарыңыз, моншақтарыңыз қимылдап бос болмайды, қатты болып тігіледі. Осылай тігесіздер. Келесі тігіс түрі мына жоғарыдағы тігістік тура осы жоғарыдағыдай тігіспен тігіледі. Бұл жерде тек қана моншақтардың орны ауысады. Яғни мына жерде 6 түрлі күміс бисер аламыз. Бір биконус немесе хрусталь аласыздар. 4-тік и күміс пайетка. Дәл осылай 0,5 сантиметр жоғары қарай, или суретіңіз болса, суреттегі сызықтың бойымен тігесіздер. Суреттегі сызықтың бойымен 0,5 сантиметр тіге алмасаңыздар, жайлап өздеріңізге үстіп сызып белгілеп алсаңыздар болады. Қисықтық боямау деген кезде белгілеп алсаңыздар болады. Яғни мына жерден өлшейсіздер, қаншалықты моншақ қанша жерге дейін созылады. Яғни бізге бүйтіп тік жатқан керек емес. Сәл бос болу үшін мына жерде хрусталіміз жатқан моншақтың тура хрустальдың астынан тігеміз. Мына жерден аламыз.
Сонда хрусталіміз кішкене бос болып жатады. Жебім ұзын болып, қайта-қайта ішім айланып жатыр. Мінекей. Бізде дәл осылай жату керек. Егер ұзын қылып алып қойсаңыздар, арасында бос орын қалып кетеді. Жіптеріңіз көрініп қалады. Мына жерде былай қарай екі моншақтың размерінде жылжытасыздар инені. Бір моншақ, примерно 2 моншақ. Мына жерден инені шығарасыздар. 2 моншақтың орындай өлшеп аласыздар сызықтан. Осы жерден шығарасыздар. Немесе екінші, үшінші моншақтың біткен жері деп көзбен өлшеп аласыздар. Осылай алыс болып кетті. Мінекей. Екінші моншақтың біткен жері. Дәл осылай до конца теріп шығасыздар. Мына жерде пайетка біткен жерден тігіп отырамыз. Дәл жоғарғыдай пайетка біткен жерден тігіп отырамыз. Бұл тігіс түрінде, яғни бұл техникада моншақтардың неше түрлі орнын ауыстыруға болады. Мынау күміс бисердің орнына басқа түс алып, хрусталіңізді басқа түс қылып алсаңыз болады. Сонда суретіңіз, тігіп отқан суретіңіз қанық шығады, сызық пайда болады шетінде, шекара пайда болады, әдемі көрінеді. Яғни сурет салғанда көлеңке түсіріп, сурет салады ғой, шекарасын анық қылып, сол сияқты көлеңкені де осыны пайдалану арқылы, осы техника арқылы түсіруге болады. Яғни бисеріңізді қызыл түс қылып, беконсызды қатты қоңыр қызыл түс қылып алсаңыз, сонда кәдімгідей екі сызық, радуга сияқты сызық пайда болады. Көлеңке түсіріп сурет салатын, кестемен сурет салатын қыздар үшін өте тиімді. Осылай до конца тігіп шығамыз. Мінекей. Осындай 4 түрлі техниканы қолдана отырып, осындай тақия тігуге болады. Қиын деп ойламаңыздар, бәрін жасап көріңіздер, үйреніңіздер, игіліктеріңізге жарасын. Енді мына жерде қараңыздар, мынандай бұрылып тіккен жерін көрсетемін. Сөйтіп бұрылып тіккен жерін көрсетемін. Ол үшін бұрылып тіккен жерде мынандай дөңгелек суреттеріңізде оюдың ұштары кеп қалуы мүмкін. Яғни бұл жерде мынау техникамен тігіп келесіздер. Басынан тігіп келесіздер. Қазір көрсетем. Тіккен кезде моншақты сразу бірден тігіп кетесіздер. Қараңыздар, екі ою бітіп келген кезде инені қай жағынан шығарасыздар? Бергі беттен ба, арғы беттен ба? Оны қарайсыздар. Мына беттен шығарсаңыздар, сіздерде инені мына беттен шығарсаңыздар, сіздерде мына жаққа шығып кетеді, суреттеріңіз, кестелеріңіз онша емес болып қалады. Сондықтан бүйтіп қосылған кезде, екі оюдың басы қосылған кезде, инені міндетті түрде мына жақ бетінен шығарасыздар. Чтобы мынау былай қарай ішке қарап кету керек. Мына жақтағы былай ішке қарау керек. Мінекей, инені мынау моншақтың мына бетінен шығарасыздар. Дальше 8 бисерден алып тіге бересіздер.
ортасынан алып ішке қарай қайырып тартып тігіп отырамыз. Мына жерде бізде кішкентай 8 см 0,5-ке жетпейді. Сондықтан сіздерде моншақты алып тастауларыңызға болады. Мына жерде 8 моншақ бар, менде 8 бисер бар. Мен 2 бисерді алып тастаймын. Яғни ең соңғысы 6 бисер қылсаңыз да болады. Егер мына жер 0,5 см-ге жетіп тұрса, сіздер 8 бисерді толық тіксеңіздер болады. Моншақтарыңызды всегда тартып отырасыздар. Енді мына жерде қараңыздар, X болып қалды, көрдіңіздер ғой. Ол жерде алғашқы тіккен бисердің ортасынан тура біткен жерінен инеміз шығарамыз. Мінекей. Шығарып алдық. Бізде міндетті түрде мына ине мынау тіккеніміздің іш жағында болу керек. Көрдіңіздер ме? Енді осы жерге моншақтарыңызды, жемшіктарыңызды өлшейсіздер. Мынау жерге келеді ма? Мынау ең үлкен 6-лық болмайды. Яғни 5-тік аламыз. 6-лық болмаса 5-тік аласыздар. 5-тікті өлшеп көресіздер. Келеді ма, келмейді ма? Мінекей 5-тік келеді. Дәл осы жерде 5-тікті алып тігесіздер. Мінекей. Бір-екі рет 2-3 қайтара тігіп тастайсыздар, сонда сіздерде мына жер X-образный, қисық болып шықпайды. Түзу болып шығады. Келесі тіккен кезде де сол жерден алып тартып тігіп тастайсыздар. Фетрді қатты тартпаңыздар. Егер тақия болса, басқа зат болса да, матаны қатты тартпаңыздар, мата жиырылып қалады. Мінекей. Дәл осылай тігесіздер. Каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер, жазылып қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге ұнаған сабақтар болса, комментарий жазып, лайк басып, білмейтін заттарыңызды сұрап отырыңыздар. Арт жағы осылай шығады. Осыны жақсылап тігіп үйреніп алыңыздар. Келесіде тақияның тігілуінің бәрін көрсетемін, бірақ ол жерде озвучка болмайды. Сондықтан мен сіздерге фетрге қандай техника қолданғанымды, қандай жіп қолданғанымды, моншақтар қолданғанымды полностью көрсеттім. Яғни өте қиын емес. Үйренем деген адамға оңай. Қолдарыңызды жаттықтырсаңыздар, кез келгеніңіз тігіп аласыздар. Сондықтан үйреніп, каналыма жазылып, жүрекшілеріңізді аямай басып отырыңыздар. Білмеген сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Мына жерге астарын тіккен болатым. Ыстық клейменен дұрыс қолданбасаңыздар, тамып кетеді екен. Астарын ыстық клейменен полностью жапсырылған. Тақияның толық тігілуі, қолмен тігілуі, машинкасыз қолмен тігілуі дәл осы тақияның каналымда бар. Іздесеңіздер каналда тегін салып қойғанмын. Іздесеңіздер каналымда бар. Тақияны тігіп үйренсеңіздер болады. Қолмен тігіледі. Машинкасы жоқ ханымдар үшін қолмен тігілуді